О, ақша. Бүгін үйден 10 миллион теңге ұрланған ана подоконниктен. Кім ұрлады? Кім ұрлады? Кім ұрлады? Кім ұрлады? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Екінші қолың алтын ба не? Иә, алтын. Қаяқтан аяқты 10 миллион дейсің бе? Я сен осы қаланың принципімен қалай сөйлеп тұрсың сен? Иә, ассалаумағалейкум. Сен принциппен қалай сөйлесің? Ассалаумағалейкум. Бүгін менің үйімнен біреу бір оңбаған 10 миллион теңге ұрлап кеткен. Тез табыңдар соны. Мен доктор болдым. Тап сен, охранник. Түдір, мынау кім? Ол менің балам ғой, охранник. Шығар бұны. Көзін құрт. Жоқ, түдір мен бірдеңе айтайыншы. Қарайыншы. Камерадан. Бұл біздің не емес па? Мен бас істемейді, мен саған айтайын. Жоқ, бұл доктор ғой. Қой доктарға тиіспе, доктор ұрлай алмайды. Ойбай, кешіресіз. Саған деп қойып, сіз деген ғой. Сіз деп сөйлесен, қолым сүрт давай тез. Мен білем. Жүр. Кім? Ол басына бас киімін және де капюшонын жемпір киіп бюзерка сыртында бюзеркасы бар сізден 10 миллион. Қаяқтан білесің сен? Нақтан көріп тұрмын. Нұрланбек ханым, мен сізге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Қалайсың ханым? Мына оңбаған жексұр. Мынау ханым емес. Қалай мынау? Сен қалай мынау деп тұрсың? Бұл ханым емес. Нұрланбек ханым, менің ойымша бұл жігітті тыңдағанша мен детектив шақырайын. Бір звондайын. Давай шақыршы детективті. Қоңырау салып жіберейін я. Алло, детектив Ханлсон. Келіңізші. Бұл жерде өте қатты қылмыс болды. Сау болыңыз. Келеді ма? Тұр ғой мына жерде тұр ғой. Қаусында тұр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Уағалейкум ассалам. Бүгін менде не болды? Бүгін үйден 10 миллион теңге ұрлап кеткен біреу. Қай жерден ұрланды? Не, детектив мен сізге көрсетейін. Сіз әйтеуір осы жақта грамотный адамсыз ғой. Міне осы жерде ұрланды. Міне мына жерде екі телефон тұрды, мына жерде 10 миллион теңге тұр. Соны біреу алып кеткен. Ол мен үшін ақша емес, ол сендер үшін ақша. Бірақ все равно ұят қой, ұрлаған ғой. Тап берейін соны. Мына жерде 10 миллион қашаннан бері тұрды? 10 миллион кешке мен мында қойдым. Таңертең тұрдым, қарасам жарайды жоқ дедім. Может дворецкий бір жерге қойып қойды деп ойладым мен. Содан кейін кешке қарасам жоқ болып тұр ғой. Может дворецкий алуы да мүмкін. Тоқтай тұрыңызшы. Сіз не қалайсыз ба? Ұлы мәртебелімен сөйлеп тұрсыз, ханым деп сөйлеу керек қой. Қалай сөйле ханым? Ханым деп, кешіресіз. Хан ием дейді шығарсыз. Хан ием деп сөйлеу керексіз, хан ием. Менің атым Нұрланбек. Нұрланбек хан ием, сіздің балдарыңызға бір-екі сұхбат алсам бола ма? Алыңыз. Күте тұрыңыз, баласы екен қайдан біліп қалдыңыз? Бұл енді екеуі бірге ұқсап тұр ғой. Қой, оның Қайсы баласы? Міне, осы екен біреу шығар. Неге мен болмасын? Мынау шал ғой мынау. Атақты дәрігермін. Мынау шал ғой вообще-то. Жай сөйлеңіз. Ұлы хан ием, мынау детективге ұқсамайды. Білмейді. Вообще-то бұл менің балам, бірақ асырап алғанымыз көріп тұрсың ғой, мен шашым сараның қара ғой. Асы білмейді ғой мынау? Анна мен сұхбат алсам бола ма? Бізден сұрап тұр ғой. Бізден сұрап білмейді ғой? Жарайды. Сен өзің ғой шақырған. Камераны ұстап жүр, не үшін мен ұстап жүр? Баланың аты кім? Бұл баланың аты Айсұлтан. Асылтан балам жүрші. Сіздің атыңыз кім болады мына мырза? Кім болады сіздің атыңыз? Менің детектив Чарлотын. Мен Хоббитке звондадым ғой. Хоббит ма? Ай, тоңазы. Ол Хоббитке звондап еді ғой жаңа. Мен Хоббитке хабарластым. Хоббит менің досым. Жарайды, Чарлтон ба, Файлтон ба? Әйтеуір бізге тауып берсін. Бізге, братан, ұлы хан ием көріп жүрсің. Көңілге болмай жүр соның кездері. Мынаршы, бізге табу керек ақшасын білесің ана 10 миллион доллар жатыр ана жерде. Кім мына жерде? Мына үшеуміздің арамызда, міне төртеуміздің арамызда. Жоқ, кім бар? Тағы да біреу солардың арасынан тауып беру керексіз. Түсіндіңіз ба? Онда мен Мен сізді түсіріп жүрмін, иә. Мынау амыз бір Сұхбат алыңыз. Мен көмектесе беремін, иә. Тауыңдар. Мына баласы ғой. Баладан сұхбат алуым керек. баласы, мына баласы. Ой, мынау. Ұлы хан ием. Мынау сіздің балаңызды сұрап жүр ғой. Иә. Сіздің балаңыз ғой мынау. Сен не үшін мен баламды алып кеттің анда? Бір-екі сұрақтар қоюым керекпін. Сонда сен не? Менің балама күдік болып тұрма сенде? Иә.
Охранник білесің бе несі керек шығар мына басын былай кес бар апарыңдар бұны болмайды бұл бар кет бар балам жаным бар мен жаңа көргенде мына куртканы байқадым. Мына куртка ең атақты Америкада сатылады. Осыны куртканың қалталарын қарасақ қалай болады? Бола берді, қарай берді. Бұл жақта ақша жатуы мүмкін ба сонда? Ақша жатуы мүмкін. Карточка. Ақша емес қой оның. Сонда ұрлықшы, ұрлаған адам осы куртка киген ба? Осы куртка. Міне ақша. Не жатыр ғой ақша? Ұрланған ақша ғой. Тауып алдым жүр. Ханемге айтайық. Ханем, сен ақша. Күткін, мен айтам, сізге ренжіп қалды ханем, Мен айтам. Ұлы мәртебелі ханем. Ау. Сіздің ақшаңызды мына ұлы Хоббит деген детектив тауып алды, мінекей. Қаяқтан тауып алды екен? Енді кім екенін табу керек па, енді табамыз ба, кім? Жүріңіз көрсетсем қашан тауып алған. Жүр. Тыныш отырыңдар. Балам, отыр. Баламды не істеңізші? Қазір күте тұрыңыз. Ақша берші. Бер. Болды, тыныш отырсың ба? Ал. Болды, тыныш. Жүріңіз. Мен бүгін блогер болып кеттім. Мына кеп кімдікі? Бұл кепка мен баламдікі ғой. Осының астында жаңа сіздің ақшаларың жатты. Шын ба? Иә. Оңбаған. Сен ғой бәрін істеген. Мен емес. Әдейі кепканы астына қойып қойдың ғой. Осының орын қасына мына екі маска байқадым. Екі маска кімнің маскасы бұл? Білмеймін. Бірақ мына маска Американың музейінің ішінде тұратын маскалар. Негізі бар ғой, білесің ба не? Бұл деген менің ана шал бар ғой, иә? Ол деген менің дәрігерім ғой личный. Ол маған мен өліп қалмас үшін маған дәрілер істеп береді, массаж істеп береді. Бұл соның маскалары сияқты. Сізге бір құпияны айтайын. Құпия айтшы. Дәрігер осы салада 10 миллион адамды өлтірген. Ол дәрігер. Мен оны телевизордан көрдім. 10 миллион адамды сол өтірік дәрілердің ішіне оқ қосып Серьезно? Охранник, сен неге мен жалғыз алдырып қоясың? Сіз ғой айтқан осы жерде қалыңыз деп. Ол мәртебе. Шын ба? Мырзаны тауып тұр. Бұл мырзам мені күдіктеп тұр, білмеймін неге екенін. Неге мені күдіктеп тұрсың? Сен кімді күдікті? Сен оның айтуынша мынау күдікті. Және де оның айтуынша менің балам күдікті. Неге мен күдікті? Оған ол күдікті деп айтқансың ба? Мен неге күдікті емеспін? Неге мен... Неге біліп тұрсың? Саған бір шапалық беру керек па еле? Ұлы қартебенің мұртасы. Адамдар тынышталыңдаршы. Мынаны бар да, анаяққа апаршы болмады. Бармаймын мен. Бар, тұтқынға салшы. Тынышталыңдар. Сіздің дәрігер ғой. Короче. Бәрібір басын шап. Мен телевизордан көрген бойынша. Айта бер. Мен телевизордан көрген бойынша анау 10 миллионнан астам адамдарды дәрінің ішіне қосып өлтірген. Түрмеге қамайын ба? Түрмеге қама соны. Қама түрмеге. Братан, осы ақша ғой, Мына ұрлап кеткен ғой, қама оңбағанды. Картырға. Жемқорлық. Пара. Ақша менікі болады. Бар. Ғылыммен бас айналып кеткен ғой. Ол ханем, сізге бір затты айтсам бола ма? Айта бер. Бұл үйде скрытый камералар бар ма екен? Апайды. Мәссаған, не үшін шақырды оны камерадан қарасың болды? Еще бұл кісіге 10 миллион теңге төлеу керек қой. 10 миллион. Жоқ, мына скрытый камера бар ма? Бар еді. Қарайықшы, қарасақ. Міне. Кім шықты анда? Мәссаған. Жүріңізші аяққа. Кім ол ханем? Мен ба? Жүріңіз. Мен ба не? Мен ұрладым ба не? Мен соңғы кездері ұйқым қанбай жүрдім. Ұрлаған адам мына кепкімен, мына куртканы киген. Мына бәрі кімдікі? Бұның бәрі мен баламдікі ғой. Балаңызға жүріңізші. Мына сіздікі ма? Сұлтан Ханзада. Бұл Америка барып келді ғой біздің Ханзада. Қазақшада түсінбейді ғой бұл, американша түсініп қалды. Алейкум, мен бүкіл білем. Сен түсініп атсың ба, балам? You from Eritrea, кепка Жарайды, ханем. Сіздің рұқсатыңыз болса датым бар. Негізі бұл бала менің балам. Ты попи папа? Мен балам еді, жастайынан негізі үйде қуып. Әйелім екеуміз қуып жүрді, балам екеуміз қаяққа барарын білмей
сізге тастап кетті негізі кішкентай кезінде. Сіз асырап алдыңыз бұл баланы. Бұл бала енді кезінен жоқшылықты көргесін ұрлықшы болып өсті ау деймін. Сіздің ақшаңыз бәрі ұрлаған мен кесірім хан ием. Ой, Не күтіп тұрсыз сіз детектив? ой, это мен? Басын шап мынаның да басын шап оңбаған. Жат. Хан ием деме маған. Шап сен де. Мынау екеуі отбасы болып тұр ғой. Тұрыңдар сендер. Не? Болды. Осыдан кейін сендер мен үйіме келмеңдер. Және де адамның қандай ұрлық төбе қорлық екенін түсіну керексің. Күтіңіз. Менің балам сізден кешірім сұрау керек. Кешірім сұрап ақша ұрлаған. Ишпай и бро.